Баршаңызға сәлем. Қонақ күткенде дастарханның көркін ашатын шаймен ішкенге балаларға қатты ұнайтын пирогтың рецептін айтатын боламын. Бұл карамельный пирог, яғни карамельный сметанный пирог. Менде бұл форма 21-31 диаметр. Егер таразы болмай қалған жағдайда көз мөлшерін істесеңіздер де идеальный ойдағыдай шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Видеомызды бастамас бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Жаңа видео рецепттерден жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Енді пирогымызды бастайтын боламыз. Електен өткізіліп алған ұнымызға маргаринімізді салып, осылай екеуін араластырып аласыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін крошка дайын болады. Үгітілмелі крошка. Міне осындай крошка дайын болады. Одан кейін қалған қоспаларымызды қосып, қамыр дайындайтын боламыз, яғни илейтін боламыз. Крошкамыздың үстіне сахарымызды, разрыхитрымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Бұл жерде айта кететін жайт, тестам өте жұмсақ болып қалды деп ұнды көп қосуға да болмайды. Қатты болып қалды екен деп сұйықтау ететін заттарда көп қосуға болмайды. Әрине шамалап қосасыздар. Бұл песочный тесто болғандықтан негізі көптеу үйлеген сайын бұның июі қанып, әдемі қолға жабыспайтын әрі жұмсақ, әдемі тесто дайын болады негізінде. Солай 7-8 минут араластырып, осылай тесто дайындасаңыздар болады. Видеоға қарасаңыздар, міне қолыма жабыспайтын жұмсақ әдемі тесто дайын болып шықты. Енді осыны пирогтың ішінде салмасын дайындаймын дегенше тестомызды холодильникке қойып қоямыз. Енді пирогтың ішіне құятын салмамызды дайындайтын боламыз, яғни заливкамызды. Жұмыртқаға сахарымызды қосып араластырып аламыз. Бұл жерде сахардың еруі, көтерілуі шарт емес, жай ғана біркелкі қылып араластырсаңыздар болды. Одан кейін қалған қоспаларды үстіне қосып, ары қарай араластырып дайындайтын боламыз. Барлық қоспалардың қанша граммнан екенін астына жаза кетемін. Сіздер таразы болса таразымен, е болмаса көз мөлшерімен примерно етіп жасасаңыз да негізі идеальный шығады. Жобалайсыздар ғой енді. Енді ішіндегі қалған салмаларды салатын боламыз. Сметана, вареная сгущенка, ванилин, крахмал және какао. Осыларды қосып, тағы да араластырып аламыз. Миксер болуы шарт емес, осындай бенчиктің көмегімен араластырған дұрыс негізінде. Өйткені қатты скоростьпен араластырылса да сұйықтау болып қалуы мүмкін. Негізі сұйықтау емес, қоюлау болған дұрыс. Сол үшін бенчиктің көмегімен барлығы біркелкі араласқанша, біріккенше араластырған дұрыс. Көп араластырудың да қажеті жоқ. Осындай видеодағыдай шығады. Енді тестамыз, дайын болған тестамызды осылай формаға қойып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Холодильникке қойған себебіміз, тесто холодильникте тұрса, ыңғайға жақсы көнетін болады. Яғни жақсы жайылатын болады. Негізінде мен былай істеймін, осындай пирогтар жасаған кезде тестосын 2 есе көбейтіп жасаймын да, соның жартысын қолдансам, жартысын морозильникке салып қоямын да. Қонақтар келген кезде солай шығарып қойып, кейіннен
осылай формаға жайып только заливкасын сол кезде свежий кылып дайындайм. Одан кейін осылай құйып пісіріп ала салам. Қонақтар келген кезде ол да жақсы. Негізі морозильникке тестосын солай қатырып қойсаңыздар ештеңе етпейді. Асығыс кезде алып қолдана берсеңіздер болады. Енді дайындап қойған заливкамызды осылай тестоның үстіне құйып, қолымыздың көмегімен осылай қасықпен не болмаса лопатаның көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Тек осылай пісіріп алсаңыздар да болады, әсемдесеңіздер де болады. Менде осылай үйде мелко шоколад болғандықтан бетінде әсемдік ретінде сүйіп шықтым. Енді қызып тұрған духовкада 170 градуста 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Духовканы алдын ала қосып қоясыздар 5 минут бұрын. Қызып тұрған болуы керек. Міне пирогымыз дайын болды. Енді бұны суығанша күтесіздер формада. Ыстықтай күйінде шешіп алмаңыздар, өйткені ол әлі былқылдап тұрады. То формаға жабысады, то өзі былқылдап жұмсақ болып тұрады. Сол үшін суығанын күтіңіздер формада тұрып. Жылығаннан кейін барып шешіп алсаңыздар болады. Міне осындай өте оңай, әрі капризный емес. Негізі жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздерді өзімнің YouTube каналымнан көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Аман сау болыңыздар.